алейкум айқаяқа ырыс дедім, бәріміз түбіміз бір түрік дедім. Жат елден жаңа келді демеңіздер, тін жағында болмасын күдіктерім. Әдебиет дейтұғын дәрияның жағасынан азырақ су ішкемін. Жүрсін ағам көтерді қолтығымнан, жабырқаған жанымды оғып менің. Көңілім көтеріліп асқақтап тұр, елімнің сахнасына шығып менің. Дәулеткерей болыпты әріптесім, аймаңдай арулардан үміттедім. Қазақтың арулары алматыдай, қан тәңірдей көремін жігіттерім. Алтын балық алам деп ау жаямын, қанағат қып олжа көреміліккенін. Дәукеңде оңайлыққа жан бермейді, жөн шығар жұмысыма кіріскенім айқаяқа. Иншалла өзім делім көзім көрді, жаратқан жүрегіме сезім берді. Бабамның қаны тамған бұл мекенге ағызып аттанайын терімденді. Қазақстан ақындарын рахмет, қонақ деп ең алғашқы жолым берді. Қазағым малы басы өскен халық, бұрын аздап шапқанмен кетпен далып. Ұлағат тіс тындырып ұрпағына, маңдай терін далаға төккен халық. Кейде бөліп рулық жершілдікке, бірін-бірі өзекке тепкен халық. Патшаның сарайынан кем көрмеген, жайлауға жайғасқан қоспен барып. Кей кездері ұмытып өткен күнін, ойнайтыны бар тағы отпен барып. Жабағысын далаға тастамайды, жолдасын жолға тастап кеткен халық. Қазақ әдебиеті 70-ке кеп, мың азаппен жеңіске жеткен халық. Жаратқан ұзағынан сүйіндірсін, тойын тойлап мерей өскен халық айқаяқа. Ал дәуке өмір жолын түсіндің ба? Көңліңнің көк аршынын ұшырдың ба? Елім деп Моңғолиядан келген кезде бастабында жатырқап қысылдың ба? Жүрсін ағам жүлдеге таластырып, асығында алшыдан түсірдің ба? Дарын сыйлық алғаныңды құттықтаймын, тыл болмасын қара жерге түкірдің ба? Артыңда қалған бауыр туыстардың шаруасын бұрын келіп бітірдің ба? Біз секілді жол таппай жүргендерге Астанадан қолыңды ұсындың ба? Оралман деп айтқаны орынды ғой, Моңғол деген атақтан құтылдың ба айқаяқа? Сөзінен ақын емес есем ауған, шығып аман есен неше даудан.
Ассалаумағалейкум алтын елім, сен едің пейілімді қошал алған, алдыңда бісміллә деп сөз бастайын. Алла деп аттағасын босағаңнан, ендеше қанша жерге барады екен, қызықтап көріңдерші қос оралман. Ярмысың аталарым Алатаудай, қадірің кеме қалған Қаратаудай. Өзіңді анда-санда сағынамыз, шабытты шалқар жырмен жаратардай. Қасыма Әбдіғани ағам кепті, соғылсын сол ағама Алақан бай. Боз бота көңілменен боздап келген кәдімгі жер аңсаған Саратандай. Деген соң әдебиет ардың ісі, қанғандай жырларымнан жаңғырушы. Қазақ әдебиетінің тойы бүгін, бұл сегер алға оның талпынысы. Шаңырағын көтерген ғабитпенен, бейімбет бабалардың жарқын ісі. 15 жылдай жабылып қалса дағы, тарландай тарылмаған алқынысы. Сол әдебиет ұлттың ұлы қазығы ғой, ішінде алтын жақұт бар күмісі. Әдебиеті елімнің аман тұрса, қазақтың ортаймайды мәңгі ырысы. Алдыңа келгеннен соң аттай қадам, қызыл тіл қылышымды жақ қайраған. Доспанбет ақтан берді қаз туғандар, жалаулы жыр көтеріп ат ойнаған. Марғасқа Махамбеттей бабалардың, қалайша намысына шаппай қалам. Алтын кәкім абайым бар кезінде, жырынан қазағымның бақтаймаған. Алаштың аймүйізді серкелерін, кесір-ай кер қоғамның қақпайлаған. Ал бүгінгі тойларың құтты болсын, тұсында тәуелсіздік шат тойлаған. Ғұмырлы аталардың алтын сөзін, бүгінгі ұрпақтарың сақтайды аман. Өзіммен бір көлмесін өлеңім деп, қасымша менде күнде қатты ойланам. Әбеке өлең айтсаң желпінерсің, түңлігін жыр отаудың кең түрерсің. Ағама артық кетер мен емеспін, сайыста балағыңды сен түрерсің. Ата жұртқа келетін ниетің бар, оғанда кеп келтірерсің. Моңғол деген атақтан құтылдың ба деп сұрап үніңізге желпінесің. Аман есен ата жұртқа көшіп келсең, мен киген таз кепеш сен киерсің. Жүйріктей жарысатын өскен желмен, осылай өлең шығар дос кеудемнен. Ағайын екеумізді алқалауда, ата жұртқа келген істі қош көргеннен. Дәулеткелей аға саған ақыл айтпас, болмағасын алтарасы бес бергеннен. Мен туған жерімді де ұмытпаймын, қасиетін туған жердің ескергеннен. Екеуміз анау мынау әңгіме айтпай, көп дүниені айтайық көшпен келген.
жолыңа бап берерсің, қаттырақ кетіп жатсам тап берерсің. Осылай іннің тағы көсілуде, бауырым бауыр жазып шап дегесін. Қазір біздер отырып кенесерміз, халық өзі айтады нақты өресін. Әй, отанға келер болсаң, сен Қытайдан қандай құнды дүние ап келесің. Кім осы өз арманын көксемейді? Әркімде биігіне жетсе дейді. Ағаңде бағында барар жерге чабар бүгін, өзіңдей бауырлары өкшелейді. Таз кепешті қашан кием деп ойлаймын, басыма тазы жұғып кетсе мейлі. Шығыстағы ең алып елден келдім, өзімдік биігімді термен көрдім. Түсімдегі қазақтың кең даласын, шүкірлік міне бүгін көзбен көрдім. Осынау 70 жылдық мерейтойда тілімді 70 минут безбендермін. Сәлемде шығыстағы қандасыңнан, сәлемін жеткізейін бергендердің. Қазақтың әдебиет тарихынан тірілтіп жет атамды көргендеймін. Алыстағы қазаққа ұрпақ болып, анамның бесігінде тербелгенмін. Үйсін қан қызын алып миллиордтың ақ ордасы тігілген жерден келдім. Айқай ақау, ай, көріп тұр оралманды бүгін халық. Отыр ғой қимылыңды бүгін бағып. Мен болсам жаңа ғана кеп жатырмын, болған сенің бұлғалық сырыңды алып. Екі оралман қалайша айтсады, отырайық дейді біреу түбін бағып. Егерде отанға мен оралсам шын, келемін тілім менен дінімді алып. Айқай ақау, аңсаймын өз жұртымның тұнықтығын, сеземін жаратқанның ұлықтығын. Қазақстан достасқан бар елменен, сүйемін мәртебеңнің биіктігін. Әр елдің патшасы келіскен соң, жатырмыз шекарадан кіріп бүгін. Нұрсұлтан ағамыздың нұрлы жолы сақтап отыр осы елдің тыныштығын. Астанаға күллі дүние көз тігіпті, алып елдер бастарын иіп бүгін. Иманғали ағамды әкеліпті дүзер деп Алматының былықтығын. Аман келді Нұртайдай ағаларым, айтыспен сыйлап делге ұруқ бүгін. Жүрсін ағам жүктапты екеумізді, оралманнан шықтым деп қызық бүгін. Ал онда көз көргенді айтпаймыз ба, жеткізіп көрерменге дұрыстығын. Айқай ақау,
жүрегінен өлең шығар. Өлеңді мына халық кемел сынар. Мысалға аға биік шынар болсаң, тамырың мына сенің терең шығар. Оралманды жұптапты деп отырсың, бұл әңгіме бастауы неден шығар? Ей, балықтың тілін бақа түсінеді, жүрсін ағам осылай деген шығар. Еншілі өлеңді елге бердік балдай, байқасаң қазағымда кеңдік қандай. Қазағым жан жағына жалтақ еді, кезінде бостандықпен елдікті алмай. Көпен келе жатыр деп қорқып кетсем, Дәулеткерей бұл жайды енді ұққандай. Елге ораламын деп әбді ағам, көңілі бүгін ғана орныққандай. Кезінде азаттықты алмай тұрып, шүйтібін паналаған болдық торғай. Қазағым бойының қашан қазақ құтылып еді, қамытпен қажалаған зорлықтан қай. Ендеше тәңіріңе тәуба дегін, бүгінгі жасап жатқан елдік таңдай. Ей, сен екеуміз осы жайды сөз қылайық, тіліңе соқа шегіп жер жұтқандай. Ей, айталсақ ақиқатқа жоларын атып, жанымның сарайына толар жақұт. Танауымды таңқитып кеткен талай, жанарымды жалтақ қып бодан уақыт. Армандарын ақырып айталмастан, заңғарлар қылалмаған заманға түк. Қаншама қазақ бүгін елге оралды, қабдештің соңғы көшін сонарлатып. Дарабоз қазақ даңқын көк көрлетті, байрағын Қабанбайдың жоғарылатып. Таңжарықтың жүрелге жақұт шашты, тағдыры бер аунатып, әр аунатып. Ақыт қажыны Қытай атқан менен, ұлтымыздың ұрылғын тонап жатып. Жалғанның баянсызын білдіргендей, қоз өлгенмен болмады қодар бақыт. Әсеттің әні қалды арғы бетте, тыңдаған жұртты ұйтқан манауратып. Жәркеннің жайыр тауы жұртта қалды, туған жер қасиетін бағамдатып. Дулқа қажы бабамның басы қалды, біз қазақ қыла алмадық оғандатып. Шығыс Түркістаным деп шырылдаған, Оспан Батыр ұрлығың болар мақұт. Басаман бөлтіріктер елге жетті, жарасын жазғандайын жалап жатып. Солардың заңды ұрпағы біз боламыз, демеңдер шетке кетіп жоғалды ақық. Ей, қолда барды бағалай білсең халқым, басыңа өзі келіп қонар бақыт. Ей, күректі кері тартсаң кетпен сынар, бұл заман әлсіздерге өктем шығар. Қазағым қайғашанда намысыңды, сабырлы саралтындай сертпен суар. Алтай мен Анадолы арасында, көз жасын қанша қазақ төккен шығар. Такламаканда қырылған қандастарым, бармақтарың шайнауда өткен шығар. Қалип Алтай Қартымның қазақ үшін, дұғасы бір тәңірден көктен сұрар. Елім деген Мұстапа Өзтүріктің, қазасы жүрегімде өрт қамшылар. Мысалға Қажы Құмар Шабданұлы, өксің өзегіңнен дерт тамшылар. Қысық көздің қылмысын жазамын деп, тар түрмеде кенезен кепкен шығар. Ал бүгін Қазақстан азат күнде, қыстан кейін қаһарлы, қыстан кейін көктем шығар. Немістерге қазақты таныстырған, Қасен Оралтай ағам тектер шығар. Елім айлап өмірің өтіп жатса,
алдыңнан ата жұртың меккең шығар. Ей, жұрты мен немереңді табыстырып, отан қоралар мезгіл жеткен шығар. Ей, ағасы қарап қойсаң ініңізге, өкпайтпастың дәл бүгін үнімізге. Екі оралман деп бір-бірімізді айдарламай, ықыласпен қарайық бірімізге. Дәулетке сынай қарап отырған мен, түріңнен байқалатын сырыңыз не? Әй, осылай кесіп айтсаң аға, шиқан шығып кетпейді тіліңізге. Бұлғалық өлеңіне тамсанған жан, атың алыс кетіп жүр. Бұлғалық екеумізге тамсанған жан, атың алыс кетіп жүр жар салғаннан. Оралман боп шынында қуанамыз, дәмелі боп өз елін қарсы алғаннан. Дәулет керей бұл күнде атың шыққан, алталашқа шынында арқаң бар жан. Ағаңай, ағаңның адымында сен ашарсың, білесің ба тілінен арқандалған. Артық жерім жоқ деймін елден менің, көрдім мен айтыс деген керуендерін. Өлең етіп азырақ айтқым кеп тұр, бұл жаққаға кеп көзімнің көргендерін. Ақындар бір жылда бір сөз аламыз, деп келдік өз еліміз өз анамыз. Ар жағынан аман есен келіп алып, шекарадан өтесіп тоналамыз. Паспортты тексеретін ағаларға, қой болып кеп кіреміз қораға біз. Айқайлап адыраңдап айып салып, сонан соң болам дейді өз ағаңыз. Қалаға кеп дәукімет тіретуге, делдалдардың өтірігін оранамыз. Олардың да аузына ақша тығып, сонан соң барар жерге жол аламыз. Мұның бәрі ескерусіз қалып жатыр, айтпасақ дәл осындай додада біз. Келгенде құшақ жая қарсы алатын, таза болса жақсы еді шекарамыз. Адамдықтың орнын ақша басса, біз қайтып құдіретте бола аламыз. Айқай ақау, ай. Мен неге тілім барда тоқталамын, неге етсем ертеңге жоқталамын. Қазақтың қасиетті даласына, деп келдім білім алам дос табамын. Ақыл кеңес берема деген оймен ағалардың алдына көп барамын. Кейбіреуі қуады конторынан, қуып шыққан орыстай чошқаларын. Бұқа қуған тарадай бұқпан тайлап, бірде-бірде жатқан жақ боп барамын. Ауылда шал кемпірмен жетім жесір,
мәз майрам тағышып жүр тостағанын, жастың бәрін солдатқа әкеткендей, баяғы соғыс жылын еске аламын. Қазаққа қазақшаны ұқтыра алмай, Ресейге жүргендей боп қаламын. Айқай ақау! Сағынып алыста кел елдейді екен, елдейді екен, сағынып чөлдейді екен. Өзгенің өрісінде жүрген қалың, өз елім жұмақпен теңдейді екен. Ой тауба Қазақстан 10 каналдан, жырғаған бір қазақша көрмейді екен. Күн өшетін уақыт болды десек, орыстар әлі дырық бермейді екен. Күні бойы орысша шығады да, ел жатқан соң қазақша сөйлейді екен. Айқай ақау! Бар еді ағамызға ізеттеймін, бар еді ағамызға ізеттейміз. Біз неге адамдықты күзетпейміз? Ақиқат айтып жатсаң, ал разы. Біз неге шындық десе тыз етпейміз? Жақсы әңгіме айтайық, той үстінде Қазақстанды екеміз түзетпейміз. Ақын боп көрінесің өрік таңдай, отырсың алқан елге беріп маңдай. Ата жұртқа оралшы аман есен, бабаңның байлығына молыққандай. Жігіттің бірі өзің жыр білетін, шалдардың сөздерінен жөн ұққандай. Екеуміз екі жаққа кете берсек, жылағанға өкірген жолыққандай. Қос оралман әңгімесі қызық болар. Осынау ілдәлдаға көніп қалмай, торқалы тоймен елді құттықтайық, мысалымыздан алтын қорытқандай. Бір жұлдыз ағып түсті жыр көгімнен, бір сүймем үзілгендей ілгегімнен. Халқыма көңіл айтып мен сөйлейін, бісміллә әлхам сөзді білгенімнен. Оразалы қазасы қайыр болсын, жүйріктің біреуеді жүлдемінген. Досы боп бір-екі ауыз сөз айтайын, айқасып аламанда бірге жүрген. Қайтқасын қос қол бұлғасып қош тірлікке, жалғанға қоя алмайды ешкім нүкте. Ортекедей ойнақтаған оразалы, біз сенің қасиетіңді кеш білдік пе? Алтынның қолда барда қадірі жоқ, өмірді арзан сүріп бос күлдік пе? Қаймана қазақ жұртын қанжылатып, көз жасын қайранана төккіздік пе? Бауырым жатқан жерің жайлы болсын, тірлікте баспаушы едің тексіздікке. Оразау қадіріңе кімдер жетті, бес тиынға тұрмайтын бес күндіктеу.
болып бүгін заман зарға, қарыспаса алмаймыз қадамды алға. Періште пешенеңе жазады екен, о баста пенде болып жаралғанда. Шарғын қойдым көдекпен таң жарықтан, тартылған салиқалы санаң барда. Мейірін тыңдағанның қандырушың, сүмбідей жал құйрығың таралғанда. Құлдыраңдап шабушың, құлың құсап, құланаян Құлманбет бабаң барда. Сен едің Сүйінбайдан қалған сарқыт, жоқ еді аш көздігің аларманға. Жамбылдай жыр жамбыны құлатушың, жанарың жайоғыңдай қадалғанда. Сен өліп жоқтау айтам деп ойлап бем, қу тірлік қу жанымды амалдауда. Ей, талантты пұлсыз беріп, құнсыз алса, Құдайдың құдіретіне шараң бармау. Айналайын ағайын, бүгінгі мына тойыңда алға бір қадам жасайын. Әдебиеттің ары үшін, қазағымның бағы үшін, өлеңімді термелеп, шашуымды шашайын. Аңқылдап келген ағама дос құшағымды башайын. Алаға әрі сен сөйле, мен өксігімді басайын. Ежелден аз болған жоқ қазағым дұл, атағы дүниеге таралып жүр. Ұлағаттыл ұятты қыздар менен, ел болып жыртығымыз жамалып жүр. Соның бірі кешегі Оразәлі, қасиетті гүледі даланың бұл. Көріп ет біздің елдің қазақтары, әр сөзін қуат қылып нәр алып жүр. Қара жер қалай ғана жасырды екен, ақынның алаулаған жамалың гүл. Жырмен елді тербеткен боздағым ай, әр таңда сағынышпен жазамын жыр. Қасиетті қарғалдақты іздеп келіп, сипалап қалғаным ай сабағын құр. Уа халқым, ақынды шын құрметтесең, бір минут үнсіздікпен аза білдір айқай-ақау. Дәуке бөтен еместің сен де маған, дей көрместі бағаннан кенде қалам. Ақындардың ішінде алымдысың, тастаған күн сайын өрге қадам. Халқымның ықыласынан айналайын, не керек деп айтамын өзге маған. Өткен дейман тіріде береке боп, болыңдар айналайын сендер аман айқай-ақау. Рахмет. Мынау ақындар бірінші жұп болып шыққысы келмейді. Бірінші шыққандарға ең төмен баға беріледі деген бір дағды бар. Жеребе бойынша көп шығып қалды, жақсайсыз болды, сосын уақытын кең беріп жатырмыз. Қазылар да әділ бағасын берер деп есептейміз. Айтысты бастаған Қытайдан келіп отырған қонақ бауырымыз Әбдіғани Бәзілхан. Ар жағынан бермен қарай санаймын. Намазалы 5, Торжаган 4, Сәкен Иманасов 4, Сәкен Жүнісов 4, Сырай Забарбаев 4. Дәулеткерей Кәбұлы. Ар жағынан бер санаймын. Намазалы 5, Торжаган 5, Сәкен барлығы 5.